создым. Сен жүгіре алмайды екенсің. Ой, сен өзің белгі берілер берілместен тайып тұрасың. Алды-артына қарамайсың. Басқа ойын ойнайықшы. Ендеше ана төбешікке дейін кім қанша уақытта жете алады екен? Жарысайық. Ой, сен ақша шамайды екенсің. Иә, басқа ойын ойнайықшы. Сонда не ойнаймыз? Күш сынасып көрдік. Енді ой жарыстырайық. Сонда не істейміз? Көп өзі туралы көп өлең білсе, сол жеңген болсын. Тамаша. Кім бастайды? Бұзауқан, сен басташы. Неге мен бастауым керек? Құлыншақ бастасын. Жақсы. Ендеше құлыншақ сен басташы. Неге мен бастауым керек? Мен сендерден бұрын бастасам, білетін тақпақтарым тез таусылып қалады да, мен жеңіліп қалам. Жоқ, болмайды. Мен бұрын бастамаймын. Олай болса, кезекті санамақ арқылы анықтайық. Алма кетті домалап, өзен бойын жағалап. Кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Ал құлыншақ, кезек саған келді. Баста. Жақсы, бастасам бастайын. Құлыншақ, желкілдейді тұлымшақ. Құйрығында құндызы, маңдайында жұлдызы. Тамаша, енді кім айтады? Алма кетті домалап, өзен бойын жағалап. Кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Кезек өзіңе келді. Ал, баста. Мен туралы да тақпақ көп. Мысалы, мынадай тақпақ бар. Қошақаны қойдың, қайда қалып қойдың? Бұлтиып тұр бүйірің, қай өрісте тойдың? Керемет, қызық өлең екен. Ал енді бұзауқанның кезегі. Не болды? Ұмытып қалдың ба? Ұмытып қалған шығар. Ең болмаса, әннің әуенін айтып берші. Міне, бұл сайыста да сен жеңіліп қалдың. Жаңа ғана алды-артыңа қарамай шаба жөнелесің. Сосын жеңіліп қалдым деп едің. Енді не дер екенсің, Бұзауқан, көңіл күйін түсіп кетіпті ғой. Не болды? Құлыншақ пен қошақанға ренжіп қалдым. Неге? Олармен қалай жарыссам да жеңіп кете береді. Соған бола ренжи ме екен? Әлде ойын әділ болмады ма? Жоқ, әділ болды. Тек менің қайта-қайта жеңіліп қалғаным болмаса. Сол үшін ренжідің бе? Тақпақ білмесен де әуендетіп көрмедің бе? Мен әуендете алмадым. Бұзауқан дегендегі бұны әрі созып, бері созып, еш соза алмадым. Оптан әрі аса алмадым. Менің қолымнан ештеңе келмейді екен. Жоқ, сенің қолыңнан бәрі келеді. Дауыссыз дыбыс. Сондықтан оны созып, әуендете алмайсың. Әуендету үшін дауысты дыбыс болу керек. Сонда қалай?
дауысты дыбысты соза беруге болады. Мысалы, а деп соза беруге болады. Сол сияқты е, о, ү, а, о, сияқты дыбыстарды созып, әуендетуге болады. Ал бұны ше? Бұның өзін соза алмайсың. А дыбысын созып көрші. А, Тамаша. Міне көрдің бе? Достарыңа ренжігенің дұрыс болмаған. Қайта достарыңның шымыр, ақылды болғаныңа қуанып, сенде солай болуға талпынуың керек. Өлеңдерді жаттап жүруің керек. Расында да. Ендеше достарыма барып, қайта татуласайын. Дұрыс, сөйте ғой. Зауқаңды ренжітіп алды. несіне ренжиді? Жеңіле білу керек қой. Маған ренжіп қалдыңдар ма? Жоқ, сен ғой бізге ренжіп кетіп қалған. Иә, жеңіліп қалдым деп ренжуге бола ма? А? Менің мұным дұрыс болмады. Тамаша. Ой, сені ренжітіп алдық. Енді қалай татулассақ екен деп отыр едік. Жоқ, керісінше, сендер маған ренжімеңдер. Есесіне мен жаңа ұлбумен кездесіп, неге әуендете алмағанымды түсіндім. Сонда қалай? Мен бұ дыбысын созып әуендетпек болғам. Сөйтсем, ол дауыссыз дыбыс екен. Дауыссыз болғандықтан созуға келмейді екен. Сонда әуендету үшін не істеу керек? Дауысты дыбыстарды пайдалану керек. Сонда дыбыстар дауысы бар, дауысы жоқ болып бөліне ме? Созуға келетін дыбыстар дауысты дыбыстар. Созуға келмейтін дыбыстар дауыссыз дыбыстар деп аталады екен. Сонда қалай? Мысалы, а дыбысын созуға болады. Ал дауыссыз дыбыстар созуға келмейді. Бұ дыбысы дауыссыз болғандықтан созылмай. Қошаққан, құлыншақ дегендегі қ дыбысы да созылмайды ғой сонда. Түсінікті. Е, о, а, О, әндерің әдемі екен. Ән айтып жарысамыз ба? Ән айта алмасаң да әуендетуге болады. кім жақсы әуендетеді екен? Жарысып көрейік те. Ой, сендер қызық екенсіңдер. Не болды? Балалар, Әнші, биші, күйші балапан. Жыршы, биші, әнші балапан деп ән салады ғой. Естіп пе едіңдер? Әрине естідім. Ендеше әншілік, бишілік, күйшілік, жыршылық жағынан менің алдыма түсетін ешкім жоқ қой.